Ресейдің енді жаңа лейблдарда былай жұмыс жасаған. Әншіден ақша алмайды аранжировка жазғанға. То есть, мысалы, сенің талантына көз жетіп тұр да, жаңа бір жерге апаратын. Сенен ақша алмайды. Саған ән жазып береді, клипіне дейін түсіріп береді. И платформаға салған кезде дистрибуцияға, YouTube-тан түсетін ақша, одан кейін жаңағы әнші концертіне барады, жаңа корпоративтеріне барады, сол жақтан какой-то процент. Былай айтқанда, в общем, процентке жұмыс істейді. Зато кәдімгідей күшті жұмыс болады да. А біздің әншілер ондайға көнбейді да. Мало того, олар береді жаңағы 150 мың теңгесін да аранжировкаға. И еще бір жерде концертте айтқан кезде ешқашан сені даже атында жазылып тұрмайды ғой. Ешқандай сайттарда бірде бір аранжировка жоқ. В общем, негізі бар ғой, біздің сәл бір қапалығымыз бар осы орайда. Композитор как аранжировщик ретінде негізі, енді ол жерде ақын да бар, негізі ақынды қоспайық. Өте теңде тұрады бізді. Өте анау тек қана өзін реклама жасайды. Негізі мына жерде аранжировкасын жасаған осы сөзін жазған мынау композитор мынау десе бар ғой. Элементарно даже. Сол айтылмайды. Мүлдем бір 90% десек шатаспаймыз негізі. 10% айтатын шығар 10%. Онда неге мен ойлаймын да, Шәмші Қалдаяқовтардың кезінде аранжировщиктер бағаланбады, әлі бағаланбай келе жатыр ғой деймін. Шетелдің нелерін қарасаң бар ғой, YouTube-тарын қарасаң бар ғой. Гитарасы ойнағаннан кейін кім жазып қойды ғой мысалы. Гитарада ойнаған аранжировка, не только аранжировка. Мен ойлаймын, осы қазір егерде кім Баян Сұлумен жаңағы енді болып жатқан әңгімелері бар арасында ше, бір шешімге келетін болса, уже қазір аранжировщиктердің, творческий адамдардың несі, мышлениесі өзгеріп жатыр сол жаққа қарай. Солай тиімді деп ойлаймын мен жұмыс істеген. Оған енді әнші келсем ба деген. Әнші келседі ғой, неғып келіспейді. Әнші зато сені ол тек қана ол жұмыс істеу керек болды, оған ешқандай ақша деген талап қойылмайды мысалы. Сен жаныңды салып. Ол енді жұмыс дегенде ол жұмыс істемеу де мүмкін, ол әрін алдында алып алып мысалы жүру де мүмкін. Әрбір ол кезде енді ән сатасың. Еркебұлан Тоқтар айтқан сияқты мен қазір тоқпын деді. По факту айтты ғой, мен тоқпын деді ғой мысалы да. Ол сол сияқты әрбір әнші аш кезінде жұмыс жасайды барлығын. Жоқ, любой жерде болсын, спортта болсын, қай жерде болсын. Енді ары қарай уже продюсерге байланысты ол. Жоқ, қазіргі таңда продюсер деген вообще керегі жоқ деп ойлаймын. Қазіргі таңда керегі жоқ. Продюсер